2020 жылы 24 көкекте НАСАның Хаббл ғарыштық телескобы өзінің 30 жылдығын тойлады. Осының құрметіне NGC 2014 алып қызыл тұмандығы мен кішілеу көк түсті көршісі NGC 2020-ның мына кескіні алғаш көрсетілді. Ол екеуі Құс жолының сері галактикасы 163 мың жарық жылындағы үлкен Магеллан бұлтындағы жұлдыз түзілу облысына кіреді. Хаббл ғарыш құпияларын ашуын жалғастыруда. Міне оның орбитадағы 30 жылғы кей жетістіктері. Күн жүйесі. Хаббл Юпитер, Уран, Нептун мен Сатурнның егжей-тегжейлі суреттерін жасады. Хаббл сондай-ақ біздің күн жүйесіне келгені дәлелденген алғашқы жұлдызаралық комета 2И Борисовтың суреттерін түсірді. Хаббл Юпитердің серігі Европаның бетінде жасырынған кәдімгі ас тұзын анықтады. Тұз жер мұхиттарына бұрын ойлағаннан көбірек ұқсауы мүмкін, жерасты мұхитынан шығып жатса керек. Экзопланеталар. Хаббл өз жұлдызына тіршілікке қолайлы қашықтықтағы экзопланета атмосферасынан су буын тапты. К2-18b атмосферадағы су мен тас ғаламшарда су сұйық күйде болатын температураға ие жалғыз белгілі экзопланета. Хаббл GJ 3470b экзопланетасының атмосферасы мен түзілуін білуге көмектесті. Жерден үлкен, Нептуннан кіші бұл планета күн жүйесіндегі ештеңеге ұқсамайды. Бірақ галактика бойынша мұндай планеталар кең тараған. Экстрагалактикалар. Он 16 жылдық бақылау деректерін біріктірген Хаббл Legacy Field терең шолуы әлем тарихын қадағалауға жол ашады. Ғарыштың ауқымды портреті 265 мың галактиканы қамтып, 13,3 миллиард жыл өткенге үңіледі. Астрономдар телескоп көмегімен Хаббл тұрақтысын нақтылап, әлемнің өсуін қадағалады. Зерттеу миссиясын жалғастырған Хаббл әлем құпияларын аша береді.